Абылай мен қалдан серен қоңтайжы туралы. Абылай хан саят құрып аңда жүрген кезінде қалдан серен қоңтайжының адамдарының қолына түседі. Қарсыласуға немесе қашып кетуге мүмкіндігі бола тұра, жаяу отырып қарсыласу хандығыма нұқсан, қашу қорқақтыққа тән деп өз еркімен беріледі. Ол күнде қазақ қалмақта темір жағы қат болғандықтан қолға түскен Абылай ханды қалмақтың шеріктері түйенің терісіне салып күнге кептіріп, басын ғана шығарып алып жүрген. Арғын атығай ішінде Құдайберді руының Жапақ батыры ханмен бірге мені де түйенің терісіне салып кидіріп алып жүріңдер деп өзі тіленіп алған соң, оны да солай еткен. Менің ұлымды неге өлтірдің деп сұрайды алдына келген Абылайдан қалдан серен қоңтайжы. Айып маған тағылып отыр, ал оны өлтірген халық. Сенің ұлың шаршыға халықтың кескен үкімімен арқылы орындалды деп жауап береді. Қалдан бұл жауапқа разы болады. Жендеттерін тоқтатып, Абылайды жеке үйге қамап, қатаң күзет қоюға бұйырады. Абылайдың азабы сол кезде басталады. Шаршыдың шешесі ұлын өлтірушіні көруге күн сайын келіп қарғыс жаудырады. Ол еңіреп жылап, оны өлтіруге қалай қайтып дәртің барды, оны өлтіруге бола ма екен деп қайталай береді. Бір күні дақтысынша тісін шықырлатып, жұдырығы мұның бетіне тақап, өзінің үйреншікті сұрағын қойған кезде Абылай шыдамай: сенің ұлың сияқты қаңғырған ұл қайда қалмаған, қалмақтың қақпас кепірі деп айқай салады. Соңынан Қаракерей Қабанбай бастаған би батырлар мен игі жақсылары мен орыс патшасының өкілі тарапынан жасалған қатты қысымына шыдамай Абылай ханды босатады. Босатар алдында қалдан серен Абылайды зынданнан шығарып өзіне шақырады. Абылай қалданды көргенде оған иіліп тәжім етпекші болғанда қасында тұрған Жапақ: хан ием, қазақтың ханы екеніңізді ұмытпаңыз. Ол қалмақтың ханы болса, сіз қазақтың ханысыз. Тағыңызда тұрып сөйлеңіз дейді. Менде қайдағы тақ, сен не айтып тұрсың дей бергенде Абылайдың сөзін Жапақ батыр: сіздің тағыңыз міне, менмін. Маған мініп отырып сөйлеңіз дейді. Жапақ төрт аяқтап еңкейіп тұрғанда Абылай хан оның үстіне отырған. Қалдан Абылай хан: саған бір-екі сұрақ берейін, соған жауап бер дейді. Абылай хан: мақұл, қойыңыз дейді. Қалдан серен қоңтайжы: еліңде қай мал көп деп есептейсің деп сұрайды. Абылай хан: 4 түлік малдың бәрі де бар, дегенмен әйтсе де жылқы мен қой көбірек. Қалдан: ендеше жылқының етін жеп сүтін ішкен елдің желігі жақында басылмайды. Қойдың етін жеп сүтін ішкен елдің ұйқысы жуырда ашылмайды. Елің егін сала ма? Абылай хан: жоқ, егін екпейді. Қалдан: жер емшегін енбеген елдің отырықшы боп ұйымдасуы оңайға соқпайды. Қазір мен өзің өлтірген балам Шарыш батырдың орнына басыңды шападым. Не арманың бар, соны айт дейді. Абылай хан: халқын қорғап, қамын ойлап жүрген, қан майданда қайтыс болған ер азаматтың не арманы бар? Мен ұйықтап жатқан жерінде тұтқындалдым. Ал балаңыз Шарышты мен қазақ пен қалмақтың қан майданындағы жекпе-жекте өлтірді. Арманым қан майданда өлмегеніме өкінемін. Екінші арманым тарыдай шашырап жүрген елімді біріктіріп, басын қосып, іргелі де еңселі мемлекет етсем деген ойым бар еді. Оны әлі орындағам жоқ. Үшінші арманым 4 адамнан жалғыз едім. Өлсем ұрпағым үзіліп кете ме деп уайымдаймын. Қалдан серен қоңтайжы қасында отырған ақылгөй кеңесші Усат серенге қарап: менде 4 ададан жалғызбын ғой, менің балам да солай екен ғой дегенде Абылай: алдияр тақсыр деп орнынан атып тұра келеді. Сонда Қалдан: сен неге алдиярлап орныңнан атып тұрдың? Мен әлі сенің кінәңді кештім дегенім жоқ қой деп сұрағанда Абылай: балаңызға теңегеніңіз, кешіргеніңіз деп білемін деген екен. Қалдан: сен қалмақшаны қайдан білесің деп сұрайды. Сонда ойланып барып Абылай: хан боламын деген адамның әр нәрседен хабары болуы керек қой деп жауап бергенде тұтқыннан босатқан.